Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өте оңай жасалатын печеньенің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге бір жұмыртқа, 60 мг сұйық май, 100 г айран, бөлме температурасында болу керек айранымыз, бір ас қасық құмшекер мен бір шай қасық разрыхитель керек. Азғантай ғана шым тұз салып, жақсылап араластырамыз. Енді 250 г ұнымызды екі бөлікке салып, осылай қасықтың көмегімен араластырып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамыр шығады. Осылай ұнды аздап сеуіп, қайтадан 1 минуттай қолдың көмегімен илеп шығамыз. Қамырымызды 4 бұрышты етіп жайып аламыз. Қамырдың қалыңдығы 1 см болса жеткілікті. Қолдың көмегімен 4 бұрышты етіп жақсылап жайып аламыз. Енді үстіне 3-4 ас қасық құмшекерді сеуіп шығамыз. Қолдың көмегімен құмшекерімізді осылай жайып шығамыз. Печеньенің көлемі видеода көрсетілгендей 4 бұрышты майдалау болады. Енді печеньемізді пергаментке орналастырып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 180 градус печкамызда пісіріп аламыз. Менің алға қойған мақсатым 1000 оқырманнан 10.000 оқырманға дейін жеткізу, сондықтан да жай ғана видеоларымды көріп кетпей, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаймыз.
Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы ас болсын.